Әрбір бала ақ парақ. Сол парақтың бетін шимайламай, тап-таза етіп, әсем түрде жаза білу мен қалаған мамандықтың таңғажайып тылсым сыры. Бұл қандай мамандық? Болашақта қандай мамандық таңдасам, осы бір сұрақтар өмірге келіп, сана сезімі жетілген әрбір адамды толғандырары сөзсіз. Бір кездері мен де осы бір сұрақтың жетегінде көп ойланып, толғанып, қиялдап, өзім қалайтын, өзім сүйіп айналысатын істі таңдау жетегінде жүрдім. Ақырында осы бір сұраққа жауап та таптым. Ол әлем балалар әлемі, жас жеткіншектердің ортасы, мектеп. Осы жерде қалай шығады балалар? Шамил, сөйле, Шамил. Бірінші ортақ қоятын табамыз. Ол 12 болады. Одан кейін 8-ге едім көбейтеміз. Ұстаз ұлық емес, ұлы қызмет деген Бауыржан Момышұлының керемет дана сөзі әрқашан есімде. Кішкентай бала қиялым үлкен армандарға жетелеп келеді. Менің мотивациям отбасым. Әкеден жалғасқан ұстаздық ұлы жолды жалғағанды мақтан тұтамын. Егер де өмір сүру бақыты қайта бұйырса, ойланбастан ұстаздық жолды таңдар едім. Ендігі мақсат дарынды, талапты оқушыларды қанаттандыратын талантты ұстаз болу.